Бәріне ассалаумағалейкум. Бүгін біздің каналда кезекті пайдалы выпуск. Бүгін біз қалай өзімізге пассивті кіріс жасаймыз, осы жайында сөйлесетін боламыз. Осы соңғы 3 ай бойы мен шетелде тұрдым. Шетелде тұрған кезде соңғы 4 айда мен примерно айына $2500 пассивті табыс тауыппын. Ол табыс табу үшін, пассивті кіріс деген жалпы не десеңіз, ол әлемнің кез келген нүктесінде ешқандай команда алмай-ақ, ешқандай уақытыңыз қыдыртпай-ақ, ешқандай жұмыс жасамай-ақ, жай ғана қолыңызда телефон мен интернет болса ғана сізге түсетін белгілі бір табыс. Осы табысқа қалай жасауға болады? Бүгін қадамдардың бәрін айтып беремін. Именно халал жолмен, себебі харам жолдың өте көп түрлері бар. Сіз облигация ала саласыз, под процент ақша бере саласыз. Біз оны емес, именно халал жолмен қалай жасауға болады, соны талдайтын боламыз. Бұл видео кімдерге пайдалы болады? Егер де сіз енді ақшаңызды жинап, ақша табуды үйреніп, уже белгілі бір кәсібіңіз бар, белгілі бір жұмысыңыз бар, уже ақша жинап, енді сол ақшадан қалай пассивті кіріс жасаймын деп ойланып жүрсеңіз, ол ақшаны қайда саламын деп ойлап жүрсеңіз, бұл сіз үшін өте пайдалы видео болады. Себебі мен барлық варианттарды көрсетемін, қай жақта қандай тиімділік бар, қандай минустары бар. Одан кейін өзіңіз бір нақты шешім қабылдай аласыз. Менің басты мақсатым Қазақстанда 100 000 қаржылай сауатты адам тәрбиелеп шығу. Яғни осы 100 000 адам егер де қаржылай сауатты болса, ақшасын жинаса, капиталы олар үшін жұмыс жасаса, пассивті табыс тапса, менің ойымша ол жақындарына, достарына, туысқандарына көмектесе алады. Яғни осы арқылы біздің елімізде кедейлік жойылады. Жалпы бір сөзбен айтқанда, осы баюдың негізгі мақсаты да ол адамдарға көмектесу, адамдарға қуаныш сыйлау деп ойлаймын. Бұл видео айтатын информацияның ешқандай теория емес, ол нақты практикада өзім қолданып көрген, өз ақшамды шынымен де салған, шынымен де шығарған конкретті жолдар болып табылады. Сол себепті бұл видеода сіз нақты қадамдарды алып шығатын боласыз. Ал енді жалпы неге мені тыңдау керек десеңіз, менің есімім Елжан, жасым 23-те. Мен өзім научно математика мамандығында Казгуда оқығанмын. Яғни осы сандарға өте жақын болғаннан кейін уақыт өте келе осы инвестиция саласына келдім. Жалпы осыған дейін мен уже үлкен суммаға үй алып та көрдім, жақсы көлік те алып көрдім, 30 миллиондық, 20 миллиондық, 56 миллиондық үй алып көрдім. Оның барлығынан кейін мен жалпы ақша жинауды және оны сақтауды меңгерген болатын. Бірақ та осы соңғы 1 жылдың ішінде уже ақшаны жай ғана сақтау немесе жай ғана оны табу ол қатты маңызды емес. Енді келесі деңгей ол ақшаны көбейту екенін түсінген болатынмын. Одан кейін осы инвестиция саласына, именно акцияларға келдім. Қазіргі уақытта менің өзімнің рабочий портфелім бар. Рабочий портфель дегенім ол мен үшін жұмыс жасап тұрған ақшаларымның көлемі. Ол деген осы портфельде Freedom Broker мен Paydex'та жатқан ақшаларым примерно $100 000 болады. Осы $100 000 маған айына қазір сол 1,5 миллион теңге табыс әкелді. Дәл қазіргі уақытта бұл видеоны мен Малайзияда, Куала-Лумпурда түсіріп жатырмын. Жалпы осы 2 ай мен Балида тұрдым, қыс мезгілін өткізу үшін. Одан кейін осы 1 ай Малайзияға көшіп келген болатынмын. Жалпы осы кезде мен түсінгенім, кез келген адам өзінің қалаған жасында дәл осылай өзі қалағандай өмір сүре алады. Бірақ та көп адам басында шаблон болады, ой, күту керек, пенсия аламыз, мемлекеттен күтеміз, немесе тағы да ой, мынаны күтейін деген сияқты әртүрлі ойлар болуы мүмкін. Бірақ та егер де сіз өзіңіздің қаржылай сауатыңызды арттырып, мысалы мен капиталым миллиондаған доллар емес, тек ғана $100 000 өзімен мен және өзім қалағандай өмір сүре аламын. Сол себепті мен сіздерге айтқым келетіні, что инвестиция ол байлық емес, но инвестиция ол бай болу үшін жасалатын дүние болып табылады. Сол себепті кез келген адам оны кейінге қалдырмай егер де қазірден бастаса, менің ойымша өте жақсы деңгейге шыға алады. Ал енді инвестиция жасамас бұрын жалпы адамдардың қандай қателіктерге баратынын және қандай мифтерге сенетінін айта кетейін. Ол ең біріншісі, ол өте маған часто келетін, постоянно директқа жазатын нәрсе, ол өз ақшамды басқа біреуге басқаруға бердім. Өзінің суммасы болады, 2-3 миллион жинайды, жинаған ақшасын басқа біреуге береді. Бергеннен кейін ол екі түрлі жағдай болады. Либо ол мошенничество, либо ол пирамида болады. Неге? Өйткені өзіңіз ойлап қараңыз, сізде 2-3 миллион теңге ақшаңыз бар, оны әрең дегенде жинадыңыз және сол ақшаны егер де сіз басқаруды, ол ақшаны қайда құюды өзіңіз білмесеңіз, сіз қалай ол ақшаңыз 100 миллион, 500 миллион болғанда басқарасыз. Сол себепті мен жалпы айтқым келетіні, кез келген адам оның суммасы қанша болуы маңызды емес. Бастысы әр адам өз капиталын өзі басқарып меңгеру керек. Егер де ол меңгермесе, скорее всего, ол үлкен капитал оған ешқашан да келмейді. Себебі ол аз сумманы меңгере алмаған адам, ол көп сумманы қалай меңгереді. Сол себепті мен айтқым келетіні, өте маңызды нәрсе ол өз капиталыңызды өзіңіз басқару. Яғни мен бұл жақта ешкімнің ақшасын өзім жинамаймын, ешқандай инвестормен жұмыс жасамаймын. Тек қана сіз өз шотыңызға өзіңіз ақша салып, сол ақшаны өзіңіз көбейтесіз. Сол себепті осындай пирамидаға, мошенничествоға сеніп қалмау керек. То есть біреу сіздің ақшаңызды басқарып бермейді. Біреу сізге мысалы жылына 50-100% ақша тауып бермейді. Біреу сіздің жаңағындай суммаңызды көбейтіп бермейді. Оның көбісі, мошенничество болып саналады, немесе пирамида болып келеді. Сол себепті айтқым келетіні, ешқашан да біреуге ақшаңызды бермеңіз. Лучше өз ақшаңызды өзіңіз басқарып, өзіңіз меңгеріп, белгілі бір деңгейге жеткеннен кейін ғана, мысалы бизнестарға немесе недвижимостьқа деген сияқты ақшаңыз құйсаңыз болады. Оның бәрін бүгін біз талдайтын боламыз. Екіншісі, көп адам ойлайтын миф, ол бізде инвестиция тек байларға деген. То есть
сен ақшаң көп болса ғана, немесе сен бай отбасынан туылсаң, атынан саған белгілі бір мұра тастап кетсе ғана инвестициямен айналысуға болады деп ойлайды. Бірақ та олай емес. Инвестицияны сіз кез келген, даже 10 мың теңгемен, 5 мың теңгемен, 1000 теңгемен де бастай аласыз. Но бірақ та инвестиция салатын суммаңыз көбірек болған сайын сіздің табатын табысыңыз да көбірек болады. Себебі мысалдан да сіз енді армияны ойлап қарасақ, сізде 10 армия болатын болса, 10 адамды сіз соғысқа жіберсеңіз, ол сізге барып там 3 қоян ұстап береді деген сияқты. Ал бірақ та егер де сіз 1000 армияңызды жіберсеңіз, 1000 адамды ол сізге уже бүкіл үлкен там мыңдаған жылқыны ұстап келеді деген сияқты белгілі бір яғни көзқарас болу керек. Сол себепті сіздің салатын суммаңыз көбірек болған сайын, сіздің табатын суммаңыз да көбірек болады. Бірақ та ол сумманың бәрі қайдан келеді? То есть аспаннан түсе салмайды. Оның барлығын біз не істейміз? Аз кішкентай суммадан жинап бастаймыз. Сол себепті бағана айтқандағыдай, инвестиция ол байларға емес, бірақ инвестиция ол баю үшін жасалатын дүние. То есть сіз мысалы алдын ала былай айтпайсыз, мен бірінші арықтап алайын, одан кейін тренировкаға барамын деген сияқты. Бұл жақта дәл солай. Бірінші сіз тренировкаға барасыз, потом арықтайсыз. Дәл солай. Бірінші инвестиция жасап бастайсыз, потом байисыз. Яғни осы нәрсені түсіну керек. Сол кезде ғана сіздің өміріңізде мынау мышление дұрыс болады, сіздің ақшаңыз жиналып басталады. Үшінші миф ол бізде процент харам. Яғни процент деген жалпы не ол? Процент деген ол қарапайым математиканың термині, иә? То есть біз процентті харам деп айтпаймыз. Біз нені харам дейміз? Біз рибаны харам дейміз. Риба деген не? Риба деген ол сіз белгілі бір сумма ақшаны бердіңіз, и сол ақшаға сіз гарантированный өсім аласыз. Мысалы депозитқа сіз салдыңыз, яғни өзіңіздің миллион теңгеңізді и бір жылда 150 мың теңге гарантированный алдыңыз. Яғни ол бизнес жүрді ма, жүрмеді ма, сіз ешқандай рискқа барған жоқсыз, бірақ та өзіңіздің процентіңізді алып, яғни белгілі бір табыс таптыңыз. Яғни бұл нәрсе процент болып табылады, и проценттің ішінде ол риба болып табылады. Яғни риба ол бізде харам. Екіншісі ол қандай? Кэшбэк. Мысалы, кэшбэк сіз миллион теңге төледіңіз, и сізге 3% гарантированный кэшбэк түседі. Яғни бұл харам ба? Әрине харам. Неге? Өйткені сізде ол процентті алу үшін, ол кэшбэкті алу үшін сіз ешқандай тәуекелге барған жоқ, сіз просто төледіңіз и өзіңіз белгілі бір процентті алып, яғни ол нәрсені харам болдыңыз. Одан кейін қарызға ақша беру. Мысалы, миллион теңге бердіңіз, ол сізге 1,5 миллион қайтару керек. Сол кезде 500 мың теңге өсім, ол гарантированный фиксированный процент болған себепті ол риба болып табылады. Риба бізде харам болып саналады. Ал енді проценттің ішінде ол қарапайым термин болғаннан кейін енді проценттің оның халал да түрі бар. Халал процент деген қалай? Мысалы, сіз белгілі инвестиция салдыңыз, акция сатып алдыңыз, и оны 100 теңгеден сатып алдыңыз. И бірақ та сіз оның 120-ға, 130-ға бара ма, немесе 80-ге қол кете ма, 50-ге қол кете ма білмейсіз ғой. Бірақ та егер де ол өссе, 100-ден 120-ға, 130-ға, 150-ге, и осы жақта сіздің тәуекел етіп, сабыр етіп тапқан ақшаңыз, ол бізде халал болып табылады. Сол себепті процент деген сөзді естігенде любой адам болды, мынау харам деп ойлайды, бірақ та проценттің өзі екіге бөлінеді. Біріншісі ол гарантированный, а екіншісі ешқандай гарантия жоқ, риск алған, яғни рискпен табылатын табыс. Яғни осы кезде рискпен табылса ол бізде халал табыс, ал рисксіз, яғни облигация, депозитқа салып қойып біреуге под процент ақша берсеңіз, ол бізде 100% харам болып табылады. Келесі миф, мен ақшамды салып қойсам болды, ол өзі түсіп тұра береді. Яғни мен сіздерге айтқым келеді, бұл жұмыс жасайды, егер де сіздің капиталыңыз 100 миллионнан көбірек болса. 100 миллионнан көбірек болатын болса, сіз не істейсіз? Сіз мысалы 2 үйді алып қоясыз, 2 үйді арендаға бересіз, ол өзі түсе береді, там анда-санда үйді қарап қоясыз, немесе клиентқа жазып қоясыз деген сияқты белгілі бір сондай моменттер болады. Но жалпы айтқан кезде кез келген пассивный табыс, ол да бізде жұмыс. Мысалы күніне сіз мысалы 5-10 минутқа уақыт бөлуіңіз мүмкін, бірақ та сіздің айына табатын табысыңыз ол миллион, 2 миллион, 3 миллионға дейін баруы мүмкін. Сол себепті айтқым келетіні, что пассивный табыс, именно егер де сіз халал жолмен оны басқарғыңыз келетін болса, ол кезде сіз уже күніне сол 5-10 минут уақытыңызды бөліп, қарап, яғни белгілі анализ жасап отыруға тырысасыз. Одан кейінгі қателіктің бірі, яғни қазір мен рахаттанып алайын, қазір ақша тауып жатырмын ғой, кәсібім жақсы жүріп тұр ғой, зачем маған, кейін ойлаймын оны деген сияқты бір ойлар болуы мүмкін. Бұл да енді көп адам үлкен қателігі. Неге? Өйткені сіздің кәсібіңіз дәл қазір ақша келіп тұрса, сіздің жұмысыңыз ақша келіп тұрса, ол 5-10 жылдан кейін дәл осы ақшаға келеді деген сөз жоқ. Неге? Өйткені ол кезде уже сізде конкурент пайда болады, искусственный интеллект пайда болады, робот пайда болады, и жалпы сіздің энергияңыз, денсаулығыңыз жетпеуі мүмкін. Сол себепті айтқым келетіні, инвестицияны ерте бастаған адам ол әрдайым озады. Сол себепті дәл қазір видеоны көріп отырсыз ба, бұл сізге белгілі бір белгі болуы мүмкін. Сол себепті бірден ойыңызға келді ма, давайте жасайық. Себебі ол 5-10 жылдан кейін не болатын белгісіз. Ал дәл қазір бізге ақша түсіп тұр ма, сол ақшаны жинап, максимальный капиталға отырғызып, и сол капиталдан белгілі бір жемісін алып отырсақ, ол бізге өте күшті. Яғни бір сөзбен айтқанда, ертерек ағашты егеміз, еккеннен кейін өзіміздің қарттық шағымызда немесе энергиямыз аз кезде сол ағаштың көлеңкесінде жақсылап отырып демаламыз деген сияқты белгілі бір көрініс пайда болады. Сол себепті инвестицияны кейін емес, қазір бастау керек. Қазір бастаған кезде ғана сізде басқа конкуренттеріңіздің алдында, өзіңізбен жас адамдардың алдында, немесе жастардың алдында, немесе болашақ өзіңіздің алдыңызда сізде преимущество болады. Преимущество деген мысалынан да ғой, кәдімгі статистика бар. Мысалы 20 жасында инвестиция жасап бастаған адам және 30 жасында инвестиция жасап бастаған адамның мысалы 40 жастағы олардың капиталының айырмашылығы қанша болады? Мысалы 20 жаста және 30 жаста екеуі де бірдей табыс тапсын, бірдей талантты болсын, бірдей жерде аяқтасын, просто 20 жастағы адам ертерек бастасын.
сол кезде олардың жастағы капиталының айырмашылығы где-то 2-3 есе айырмашылық болады. Неге? Өйткені мына 10 жыл уақыт жаңағындай адамға разгон үшін өте көп уақытындай преимущество беріп тастады да. Ал ана 30 жаста бастағаннан кейін ол 10 жыл уақытын жоғалтып алды. Сол себепті ода ондай преимущество жоқ. Даже 40-50 де болса да дәл солай айтқым келетін осы. Сол себепті, то есть ерте бастау, дәл қазір бастау бұл ең басты плюстердің бірі болып табылады. Келесі миф, инвестиция қиын, терминдер қиын ғой, графиктер ғой деген сияқты нәрсе болуы мүмкін. Бірақ мен сізге айтқым келетін, мен енді научный математикада өте қиын нәрселерді оқыдым, өте қиын болды. Ол жақта енді нереальный есептерді шығаратынбыз, бірақ та мен сізге айтқым келетіні, инвестицияда оның бәрінің вообще қатысы жоқ, вообще керек емес. Сізге тек қана керегі не? Ол біріншісі ол плюс, минус, көбейту, бөлу және процент деген 5-ақ терминді білсеңіз болды. Яғни калькулятор қолдана алатын кез келген адам ол инвестициямен айналыса алады. Себебі сізге жай ғана салатын ақшаңызды қай кезде шығарасыз, қанша минус кезінде тоқтатасыз, қай кезде оны салу керек, қаншаға бөлесіз дегендердің бәрін жай ғана білсеңіз, процентті, яғни калькуляторды білсеңіз, кез келген 3-ші класстың білімі бар адамда бұл нәрсемен айналыса алады. Сол себепті инвестиция қиын деген ол бізде тоже өтірік. Мысалы, көптеген эксперттер тоже айтуы мүмкін, мен финанс мамандығында, экономика мамандығында ойбай там докторантура оқыдым десе, бірақ та ол білімдердің ешқандай маңызы жоқ. Себебі ол білім сізге 10-20% белгілі бір плюс беруі мүмкін. Әрине, бірақ та қалған сіздің инвестицияда табатын табысыңыз ол сіздің мына мышлениеңізде, яғни сіздің сабыр ете алуыңызда, сізде эмоция сақтауыңызда, сізде белгілі бір уақытта ештеңе жасамауыңызда, яғни осы арқылы сіз табысыңызды табасыз. Сол себепті инвестиция жасау қиын деген ол бізде миф. Ал сіз инвестиция әлеміне белгілі бір көзқарас қалыптасқаннан кейін мен неге именно акцияны таңдадым, сол бойынша түсіндіре кетейін. Ал енді кеттік. Біріншісі мысалы депозит. Біз миллион теңгені алайық, мысалы депозитке салайық. Депозитке салғаннан кейін ол не болады? Ол депозит бізде бір жылдан кейін 150 мың теңге табыс береді. 150 мың теңге табыс, бірақ та ол харам болады біріншіден. Екіншіден ол табыстан бізге ешқандай особо плюс жоқ. Неге? Өйткені бізде мысалы инфляция тоже 14-15% шамасында, бірақ официальный инфляцияны қарасаңыз, негізі менің ойымша 20-25-ге дейін баруы мүмкін. Себебі бізде қымбатшылық өте тез дамып жатыр. И бұл кезде ойлап қарасақ, біз бір жыл ақшамызды салдық, ол ақшаны ол не істеді? Банк алды, оны бүкіл адамдарға кредитке берді, бизнестерге берді, там рассрочкаға берді. Енді жаңағы біздің ақшамызды қолданып, сол ақшамен табыс тауып алды. Бірақ та сізге не істеді? Сізге жай ғана 15%-ын берді. И сіз соған мәз болып жүресіз, бірақ та сіздің табысыңыз, ақшаңыз ешқалай көбейіп жатқан жоқ. Себебі сіз бір жыл бұрын мысалы нанды 100 теңгеге алсаңыз, енді осы жылы 130 теңгеге аласыз, яғни 30%-ға қымбаттап кеткен деген сияқты белгілі бір түсініктер келеді. Сонда ойлап қарасақ, біз вроде ақша тауып жатырмыз, но бірақ та банк тек қана біздің, яғни бір сөзбен айтқанда ақымақтығымызды, біздің ешқандай процент білмейтінімізді, біздің инфляция не екенін білмейтінімізді қолданып, біздің ақшамызды просто қолданып, сол арқылы ақша табуды. Сол себеп айтқым келетіні, депозит деген нәрсе ол енді харам, екіншіден тиімсіз болып табылады. Екінші сала, хорошо, бізде депозит жоқ. Енді бір 5-6 миллион теңгеміз бар. Біз не істей аламыз? Біз үй сатып аламыз. Мысалы, первоначалкасын қоямыз, котлованнан аламыз, немесе там ипотекаға аламыз да, оны арендаға беріп қоямыз. Мысалы, там 6 миллион салып қойдық. 250 мың теңге айына төлейміз, там белгілі бір арендаға 300 мың теңге беріп қоямыз, получается біздің 50 мың теңге разницаны тауып отырамыз. И ол 50 мың теңге ақша не істейміз? Скорее всего, ол енді особо сезілмейді ол ақша. Ол ақшаны аламыз да біз шашып тастаймыз, тамақ ішіп тастаймыз, кофе ішіп тастаймыз. И бір сөзбен айтқанда, сіздің сол ипотека үшін жұмыс жасап, сол 6 миллион теңгеңіз просто так груз болып тұруы мүмкін. И екіншіден, мысалы, үйді, ладно, ипотекадан бөлек наличкаға алуға болады. Мысалы, 20-30 миллионға сіз мысалы однокомнатный үй аласыз, и ол кезде қандай риск болады? Мысалы, 20-30 миллионға үй алу үшін сіздің капиталыңыздың өзі хотя бы там 50-60 миллион болса, сіз сол жартысын алсаңыз, ол менің ойымша нормально деп ойлаймын. Бірақ та енді сізде 5-10 миллион ғана, немесе 15 миллион, 20 миллион ғана болса, сіз енді бүкіл ақшаңызды үйге алып салып тастай алмайсыз ғой. То есть ол үйге салып тастасаңыз не болады? Қандай рисктер болуы мүмкін? Біріншіден, ол үй, мысалы, именно сіз таңдаған локация ол жақсы өспей қалуы мүмкін, немесе ұзақ уақыт тұрып қалуы мүмкін. Екіншіден, ол қандай болады? Сіз ол үйде, мысалы, вдруг сізге ақша керек болып қалатын кезде, сіз оны частично сата алмайсыз. Мысалы, сізге 20 миллион үйін алдыңыз, сізге 5 миллион керек болып қалды, бірақ та сіз 5 миллионды сата алмайсыз. Одан кейін үшіншісі, сізге сол үйді сатып алатын покупатель іздеу керек, яғни сатып алу үшін. Бұл деген енді өте қиын жұмыстардың бірі, өйткені мен өзім үйді сатқан кезде кәдімгідей покупатель іздеп, крышаға шығып, жан-жаққа объявление беріп, кәдімгідей жұмыс, ол үйді барасың, көрсетесің, ананы істейсің, мынаны істейсің. Енді кәдімгідей жұмыс болған себепті енді біріншіден айтқанда сондай бір плюс-минустарын көрген болатынмын. Ал одан кейін енді тағы қандай вариант бар? Мысалы, біз бизнесқа ақша құя аламыз. Мысалы, бизнесқа ақша құйған кезде біздің досымыз болады, танысымыз болады, белгілі бір товарный бизнес, Каспи, Wildberries айналысып жүреді, и оған инвестиция беруіміз мүмкін. Яғни осы кезде қандай риск болуы мүмкін? Да, ол жақсы белгілі табыс беруі мүмкін. Бірақ та осы жақтағы ең қиын нәрсе ол бізде договор жағы. Неге договор жағында, мысалы, көбінесе егер де сіз халал жолмен жасағыңыз келетін болса, сіз рискті бірге аласыз, и пайданы да бірге аласыз. И осы кезде, мысалы, ойлап қарасақ, енді адамға байланысты өте үлкен риск, то есть бірақ адамға байланысты, что сіздің мысалы салған ақшаңыз бар бола ма, немесе жоқ болып кете ме. Менің ойымша бұл өте үлкен риск болып табылады. Себебі сіздердің араларыңызда даже не болмауы мүмкін. Ашықтық деген қалайдан? Мысалы, әлемдік компанияда
өзінің аудиторы, финансистері болады. Бүкіл финансовый отчеттарды, прибыльді, ақша қайда кетіп жатыр, қанша төленіп жатыр, бәрін ашық, қатесіз по факту көрсетеді. Ал бізде Қазақстанда сіз обычно қарапайым кәсіпкерге берсеңіз, оның ешқандай финансист та болмауы мүмкін, оның ешқандай аудитор да болмауы мүмкін, оның бәрін тексеретін. Бір сөзбен айтқанда сізде тек қана ауадағы цифра пайда болады. Сол себепті мен өзім осылай, то есть именно инвестиция кәсіпке салмадым. Және де үйге мен салуды тоже планировать етіп жатырмын. Оның не үшін екенін және түсіндірдім. То есть сіздің капиталыңыз көбейген сайын, сіз уже сондай үйлерге, яғни более рискісі төмен инструменттерге ауысуыңыз мүмкін. Ал капитал аз кезде уже біз көбінесе рискі жоғары, яғни ақшаны айналдыратын, кішкене болсын қиналатын, бірақ та табыс табатын белгілі бір инструменттерге салуыңыз мүмкін. Ал енді мен неге акциялар таңдадым десеңіз, ол жақта ең біріншіден, что бұл жақта сізді тып-тыныш байытатын жол. Тып-тыныш байытатын жол деген қалай? Мысалы, сіздің брокеріңізде қанша ақша болып жатқанын ешкім білмейді. Яғни бір сөз айтқанда, сіз брокеріңізді салып қоясыз, өзіңіз тып-тыныш технично ақшаңызды тауып жата бересіз. Екіншіден, ол бізде халал, яғни сіз бір сөз айтқанда табысты рисковать етіп, яғни өзіңіздің ақшаңызды саласыз, и салғаннан кейін сол ақшадан белгілі бір прибыль табасыз. Үшіншіден, ол бізде яғни жеңілдік жағы, то есть белгілі бір эффективность жағы. Өйткені акция алып сату үшін маған клиент іздеу керек емес, команда ұстау керек емес, яғни ешқандай адаммен сөйлесу керек емес. Мен тек қана сатқым келемін, сатамын, алғым келемін, аламын, болды. Тек қана осылай. И сол себепті осындай удобный моменттарды түсіну арқылы, осылай шетелде тұрып та кез келген уақытта жай ғана қолында телефон мен интернет болса болды, айналыса беретін қандай сала бар десем, ол бізде осы акциялар инвестиция әлемі екен. Сол себепті мен өзім именно осы акция саласын таңдаған болатынмын, және осы акция саласында қалай енді конкретно 1 миллион теңге пассивный табысқа шығуға болады, соның қадамдарымен бөлісетін боламын. Ал кеттік, бірінші қадам ол бізде портфель ашу, яғни брокермен танысу, налогтармен танысу, заңдармен танысу, жалпы жұмыс істеу системасымен танысу, яғни осы мәселеге түсіндіріп берейін. Мысалы, көптеген адамдарда мынандай қорқыныш болуы мүмкін. Мен ақшамды салам, бірақ та ол брокер жабылып қалса, немесе жоғалып кетсе не болады? Яғни ақшам жоғалып кетпей ма деген сияқты ең бірінші осы қорқынышты талдайтын боламыз. Мысалы, ол үшін біздің басты мақсатымыз ол дұрыс брокерді таңдау. Мен өзім фридоммен жұмыс жасаймын. Неге фридоммен жұмыс жасаймын десеңіз, ол біріншіден ол бізде банк. Яғни мен өзім ақшаларымды қолданатын күнделікті ақшаның барлығын көбінесе фридомда ұстаймын. И ақшаны шығарған маған тез. И одан кейін ақшаны салған да тез. То есть бір сөзбен айтқанда комиссиясыз фридомның ішінде кез келген Қазақстан жерінде төлеп, шетелде төлеп сіз жүре бересіз. Себебі ол жақта Apple Pay бар. Бір сөзбен айтқанда осы Тимур Тұрлыовтың өзі де мысалы трейдер, өзі инвестор болған себепті менде оған сенім бар. И өзім осындай белгілі бір нарықта опыты, есімі бар адам таңдаған болатынмын. И сол себепті осылай Freedom, Pydex немесе там iBKR деген сияқты белгілі бір брокерді таңдасаңыз болады. И брокерді таңдаған кезде ол қалай жұмыс жасайды? Мысалы, сіз белгілі бір компанияның Coca-Cola акциясын сатып алатын болсаңыз, сізде әлемдік депозитарий деген болады. Депозитарий деген әлемдегі адамдардың, яғни қай елден, қандай инмен, қандай удостоверениемен, қандай адам, қандай акцияны сатып алды, яғни ол акция кімге тиесілі, яғни бір сөз айтқанда сол депозитарийда жазылып тұрады, и сол жақта сақталады. Ал брокер деген не? Брокер деген жай ғана сол нәрсеге бізге доступ беретін адам. Вдруг сізде мысалы мынандай жағдай болуы мүмкін, егер де сіз депозитарийда акцияны жатады, яғни сіздің брокеріңіз жабылып қалады. Сіз не істейсіз? Сол депозитарийға басқа брокермен доступ ала саласыз. Неге? Өйткені сіздің түріңіз бар, бет әлпетіңіз бар, иіңіз бар, яғни ол ешқайда жоғалып кетпейді, яғни өмір бақи сіздің бала шағаңызға, даже егер де мысалы қайғылы жағдай болса, сіз ол ақшаны бала шағаңызға кәдімгі наследство ретінде тастап кете аласыз, яғни ол ешқайда жоғалмайды. Сол себепті біз бірінші кезекте дұрыс брокерді таңдап, яғни сол арқылы жұмыс жасау қажетпіз. Ал екінші жағы ол бізде налог жағы. Мысалы, налог бізде қалай төленеді? Мысалы, ол өте қарапайым, жылына бір рет тапсырылады. Егер де сіз осы жылы инвестиция жасайтын болсаңыз, сіз тек қана келесі жылдан бастап осындай налоговый отчет тапсырасыз. Налоговый отчетта не көрсетілсе, сіздің қандай активтеріңіз бар, сіз қанша прибыль таптыңыз, яғни қанша прибыльдан соның 10%-ын ғана төлейсіз. Ал егер сіз прибыльді шығармай, тек қана ақшаңызды айналдырып, немесе акцияда до конца ұстайтын болсаңыз, сіз ешқандай налог төлемейсіз, егер де сіздің акция ұстау мерзіміңіз 3 жылдан асатын болса. Сол себепті айтқым келетіні, что осы жақта, яғни налог ол тек қана 10%, 10% жылына бір рет төлейсіз, сол үшін максимум 15-20 минут уақытыңыз кетеді. Зато сіз осылай инвестиция әлеміне өзіңіздің қадамыңызды жасап, кәдімгідей официально дұрыс, этичный, таза жолмен ақша тапсаңыз, ертең ешкімге де сізге де сұрағы болмайды, сіздің де ешкімге сұрағыңыз болмайды, и сіз спокойно байи бересіз. Ал егер де сіз прям нақты қалай ашу керек екенін көргіңіз келсе, менде отдельный видео бар, яғни Pydex-та, яғни брокерлік счет ашып, одан біз бірінші акция сатып алған болатынбыз, сол видеоны осы жақтан қарап кетсеңіз болады. Ал кетті, егер де біз брокер ашып, налогпен танысып, жалпы қалай жұмыс жасау системасы түсінгеннен кейін, біздің екінші қадам ол бізде уже өзіміздің портфелімізге акцияларды сатып алу. Яғни акцияларды сатып алу деген бұл енді менің ойымша ең основной жұмыс. Неге? Өйткені сізде енді акцияны сатып алуыңызға бір уақытыңыз кетеді, одан кейін қалған сіздің 90-95% уақытыңыз сол ақшаның ақталғанымен
өтеді. Яғни бір сөзбен айтқанда сіз тек қана күтумен боласыз. Сол себепті біздің басты мақсатымыз ол дұрыс акция таңдау. Мен өзім аналитиктермен жұмыс жасаймын, шетелдік бар, қазақстандық бар, яғни өзімнің прям сенетін адамдарым бар. Сол себепті осы аналитиктермен жұмыс жасап, біз акциялардың бәрін тексеріп, бәрін нақты қарайтын боламыз. Бүгін сіздерге мен нақты қандай фильтрлер бар, соның бәрін көрсетемін, чтобы сіз нақты түсіну үшін. Ең бірінші біздің қарайтын нәрсеміз ол бізде акцияның халал екені. Халал екенін біз қалай білеміз? Егер де оның қарызы, яғни общий бар капиталының 33%-нан төмен болса, яғни 3/1-нен төмен болса, яғни қарызы аз компания болу керек. Екіншіден ол ешқандай алкоголь, құмар ойын, казино, белгілі бір темекі, яғни басқа да бір жаман заттарды сатпау керек. То есть именно денсаулыққа қатысты болуы мүмкін, яғни сондай бір белгілі бір харам заттарды сатпау керек. И үшіншіден ол компанияның яғни жасайтын іс-әрекеттері риба, өсімсіз, яғни ешқандай кредитсіз, сондаймен жүру керек. Сол кезде сіздің компанияңыз халал болады. Оны біз қалай тексереміз? Жай ғана Zoya Finance деген приложениеге кіреміз, и сол арқылы кез келген компанияны тексеріп, яғни оның халал немесе харам екенін түсінеміз. Екінші момент ол бізде компанияның капитализациясы. Яғни біз оны қалай жасаймыз? Компанияның капитализациясы деген компания құны $2 миллиард жоғары болу керек. Неге? Өйткені $2 миллиард жоғары компания, оның бір сөзбен айтқанда андай жоғалып кетуі, немесе жабылып қалуы, немесе банкрот болып қалуы рискісі төмен болады. Неге? Өйткені ол уже үлкен компания, үлкен ақшасы бар, қарызы жоқ, мықты компания болған себепті, ол өзінің жұмысын жалғастыра береді. Ладно, бір жыл даже минуста жатсын, бір жылдан көтерілмеуі мүмкін, но бірақ та самое главное біздің ақшамыз мүлдем жоғалып кетпеу керек. Сол себепті біз $2 миллиард жоғары оценкасы бар компанияны таңдаймыз. Оны қалай білеміз? Яғни компанияда мысалы 200 акция болуы мүмкін. Каждый акциясы 1 миллион теңге тұратын болса, компания общий құны 200 миллион теңге болып табылады. Сол себепті осы жақта сіз нақты осы нәрсені түсінсеңіз, уже андай кішкентай, әлі білмейтін, ақшасы жоқ, қарыздар, қиналып жүрген компанияға ақша салмайсыз. Сіз нақты орны бар, продуктысы бар, прибыль табатын, яғни ақша алып келетін мықты компания ақша саласыз. Сол себепті сіздің ақшаңыздың жоғалып кету қаупі төмен болады. Үшінші фильтр біз қарайтын ол бізде акцияның құны $10 жоғары болу керек. Бұл енді қарапайым сіздерге түсінікті болу үшін осы фильтрді айтып жатырмын. Неге? Өйткені $10 жоғары болатын болса, ол акция уже penny stock емес. Penny stock деген не? Penny stock деген ол енді нарыққа пайда болған, енді нарыққа кіріп жатқан кішігірім компаниялар. Ол компаниялардың көбінесе әлі де ешқандай пайдасы болмайды, ешқандай тауып жатқан ақшасы болмайды, ешқандай продуктысы болмайды, бірақ та инвесторлар тек олардың болашағына сенеді. Ал біз $10 жоғары уже белгілі бір нарықта аты бар, ақша тауып жатқан белгілі бір компанияға қойған себепті біз уже penny stocktарға ақша қоймаймыз. Біз тек қана нақты фундаменталы бар, мықты продуктысы бар компанияларға ақша қоямыз. Сол себепті біз осындай $10 жоғарғы ғана акцияларды таңдайтын боламыз. Келесі фильтр ол бізде ликвидность деп аталады. Ликвидность деген яғни күнделікті біз сатып алатын акция қанша сауда жасалады. Яғни бір сөзбен айтқанда біздің сатып алатын акциямыз ол бізде всегда ликвидный болу керек. Ликвидный деген қалай? Мысалы, ликвидный деген сіз кез келген уақытта өз акцияңызды ақшаға айналдыра алу мүмкіндігі. Ол қай кезде болады? Егер де мысалы Apple акциясын мысалы кез келген уақытта, мысалы күнделікті әлемде 500 миллион инвестор болса, сол 500 миллион инвестордың точно 1 миллионы оны алып сатады. Бір сөзбен айтқанда сізде кез келген уақытта өзіңіздің және акцияңызды сатып, нақты ақшаға шығып кете аласыз. Осы момент біз үшін тоже өте маңызды, себебі кейбір адамдар андай жақсы акцияға кіреді, жақсы акцияға кіргеннен кейін жақсы табысқа дейін ол өседі. Бірақ та ол акцияны сатайын десе, оны сата алмайды. Неге? Өйткені оны ешкім алмайды, и ол компанияда ликвидность болмауы мүмкін. Сол себепті адамдар осылай өзінің тұзағында өзі қалып қалады. Вроде ақша тапты, бірақ та ол ақшаны шығара алмай қалады. Сол себепті біз осы ликвидность деген нәрсеге жақсы қараймыз. Мысалы, қарапайым қазақтарға пример, ол бізде Camry да. Camry мысалы кез келген уақытта сен сатып аласың, кез келген уақытта сатып аласың, себебі ода халықта сұраныс жоғары. Бізде дәл солайынан сұраныс жоғары, нарыққа керек акцияларды сатып аламыз, сол кезде біз ақшамызды кез келген уақытта шығара аламыз. Үшінші момент ол бізде объем деп аталады. Объем деген не десеңіз, объем деген ол осы біз сатып алатын акцияларды біз сияқты басқа да мықты инвесторлар сатып алу керек. Мықты инвесторлар деген кімдер десеңіз, ол үлкен банктар, немесе Американың пенсия фонды, немесе там үлкен фондтар, олардың капиталдары өте көп. Мысалы, біз егер $10,000, $15,000 ғана салсақ, олар деген 100 миллион, 500 миллион, 1 миллиард, 2 миллиард салады. Осы арқылы ол жаңағы акцияларды жақсы қозғалтуы мүмкін. Ол төменге де жоғарыға да деген сияқты, өзінің белгілі қозғалыс жасайды. Сол себепті біз белгілі бір акцияны таңдаған кезде біз всегда объем бар ма, жоқ па, осы нәрсеге қараймыз. То есть объем болса, значит, ол акцияны үлкен, мықты, жаңағыдай ақшасы көп инвесторлар алып жатыр деген сөз. И біз де енді жында емес, біз ақшасы көп адамнан үйреніп, ол кісі қандай нәрсе жасап жатыр, біз сол адамдарды қайталау керекпіз. Себебі мүлдем объемы жоқ болатын болса, ол акция ұзақ уақыт бостан босқа бір орында тұрады. А если объем болатын болса, ол инвесторлар өз ақшасын тез айналдырғысы келеді. Сол себепті олар және белгілі бір суммамен акцияға кіретін болады. Сол себепті біз осы объем деген нәрсеге әрдайым қараймыз. Оның графикте, кәдімгі японский свечи деген нәрсе болады. Значит, примерно көрсетіп кетемін. Сол арқылы біз түсінсек болады. Бұл акцияда объем бар ма, жоқ па? Осы арқылы біз таңдайтын акцияда нақты қызығушылық бар ма, жоқ па, осыны тексереміз. Одан кейінгі фильтр ол бізде SMA 200 деген болады. SMA 200 деген не? Ол
біздің сатып алатын акцияның соңғы 200 күндегі орташа бағасы қандай деген нәрсе. Егер де ол акцияның соңғы 200 күндегі орташа бағасы мысалы 55, ал қазіргі бағасы там 57 немесе 60 болып тұрса, ол біз үшін жақсы сигнал. Неге? Өйткені ол соңғы 200 күннің ішінде акция өзінің общий трендінде өсу барысында деген сөзді білдіреді. Себебі кез келген акцияның өзінің 4 фазасы болады. Бірінші фаза ол бізде жинақталу фазасы, яғни аккумуляция деп аталады. Аккумуляция кезінде акция не өспейді, не құламайды. Яғни бір бағада жүреді, 50, 55, 60, 50, 55, 60 деп былай жүреді. Яғни осы уақытта ол жинақталу фазасында болады. Екінші момент ол бізде өсу фазасы. Өсу фазасы деген уже жаңағыдей акцияда жақсы жаңалықтар шығып бастайды, жақсы белгілі бір новостьтер шығып бастайды, и акция уже 60-тан уже 70, 80, 90-ға ақырында өсіп бастайды. И одан кейінгі фаза ол бізде эйфория фазасы. Эйфория фазасында уже бүкіл адамдар ойбай, акция күшті өсіп жатыр, бұл өсе береді, дальше қара жояды деп постоянно айтады. И одан кейін ол не істейді, белгілі бір там 90 деген 80, 100 деген сияқты өзінің бір пикіне жетеді. И одан кейінгі 4-ші фаза ол бізде құлдырау, яғни құлау фазасы болады. Құлау фазасында уже акцияңыз сізде полностью жаңағындай құлайды. Бағанағындай 100-ге көтерілді ме, дәл бағанағындай 40-ға, 50-ге құлап кетуі мүмкін. Сол себепті біздің басты мақсатымыз акцияның қай фазада екенін білу. И қай фазада екенін білгеннен кейін именно өсу барысында біз кірсек, біз ақшамызды, яғни тезірек айналдырамыз. Тезірек ақшаны айналдырған сайын, соответственно, біз көбірек табыс табамыз. Сол себепті осындай қарапайым фильтрлер бар, бірақ та оның ішінде әлі де көп қадамдар жасалады. Яғни оны тексереді, жаңалық оқимыз, ChatGPT-мен ақылдасамыз, оның графигін оқимыз, бір-екі апта бойы оны бағалаймыз, қараймыз, яғни не болып жатыр бәрін қарап шыққаннан кейін ғана біз нақты, яғни айына примерно 3-4 акция ғана айтамыз, сол 3-4 акцияға ғана өзіміздің ақшамызды саламыз, одан кейін 1-3 ай ішінде сол ақшамызды қайта пайдамен шығаратын болып табылады. Сол себепті акция таңдау деген бұл өте үлкен жұмыс. Яғни Америкада кәдімгідей аналитик деген жұмыс бар. Аналитик деген күнде сағат 8-ден кешкі сағат 6-ға дейін отырып тек қана акцияға анализ жасайды. Яғни бұл деген үлкен жұмыс. Сол себепті осы аналитика жасау деген, акцияны дұрыс таңдау деген өте маңызды қадамдардың бірі болып табылады. Келесі 3-ші қадам ол бізде ай сайын ақша толтыру. Неге ай сайын ақша толтыру маңызды? Себебі ай сайын сіз ақша толтырсаңыз ғана сіз нарықтағы кез келген нестабильностьті, кез келген соғысты, кез келген жаман бір жағдайды, нарықтың құлап кетуін сіз любой нәрсе жеңіп кетесіз. Неге? Өйткені қараңыз. Мысалы, біз алдында алтынның историясын айтайық. Алтын бізде қанша? 5600-ге дейін барды. 5600-ге дейін барғаннан кейін ол 4600-ге бірден құлады. И осы кезде біз ойлап қарасақ, ол алтынды алғандар бар, алмағандар бар, немесе 5600 кезінде алып қойғандар бар. И олар не істейді? 5600-ден алып қойғаннан болды. Олар мысалы қазір әлі де минуста. Ал егер де сіз ондай адам болмаса, сіз тек қана маған без разницы, мен ай сайын осылай алтын ала беремін десеңіз, сіз 4500 кезінде аласыз, 5600 кезінде аласыз, 5300 кезінде аласыз, 4900 кезінде аласыз. Бір сөзбен айтқанда, сіз ай сайын сіз ала бересіз. Нарық нестабильный болса да, біз қай нәрсеге ғана әсер ете аламыз. Біз нарыққа ешқалай әсер ете алмаймыз. Біздің оған ешқандай қатысымыз жоқ. Біз тек қана өзіміздің іс-әрекеттерімізге, өзіміздің табысымызға, ақшамызды жинап, инвестиция салуға ғана әсер ете аламыз. Сол себепті біздің ай сайын салатын ақшамыз ол өте маңызды. Егер де сіз ай сайын ақша салатын болсаңыз, мен сізге айтайын, сізде ешқандай риск болмайды. Себебі сіз акция қымбат кезінде де аласыз, арзан кезінде аласыз, и сізде средний орташа баға болады. А средний орташа бағадан, соответственно, сіз не істейсіз, болашақ табысыңыз сізде жоғары болады. Сол себепті мен айтқым келетіні, ай сайын ақша салу ол бізде өте маңызды. Мысалы, мен сізге ай сайын салудың маңыздылығын түсіндіріп көрейін. Мысалы, ойлап қарайық, сізде $1,000,000 ғана бар болсын, мысалы $2,000 болсын, и сіз өзіңізге, допустим, жасыңыз там 30-35-те. И сізде, допустим, 50-55 жасыңызда пенсияға шыққыңыз келеді. И біз өте қарапайым жағдайды алайық. Мысалы, $2,000 бастайсыз, 20 жыл бойы инвестиция жасайсыз, орташа жылдық табысыңыз 25% болады. Бағана мен айтқан сияқты стратегиямен жұмыс жасасаңыз, и одан кейін айына $100 ғана салсаңыз. Айына $100 ғана салғанның өзінде сізде осы 20 жылдың ішінде, получается, $953 мың ақша жиналады. Яғни бір сөзбен айтқанда, сіз просто айына $50,000 саласыз, бірақ та сіздің пенсияға шығатын жасыңызда уже сізде почти $450 миллиондай ақша болады. $450 миллион ақшаға уже мен ойлаймын, әлем кез келген өлкесінде, Италияда, Венецияда болсын, спокойно, там кез келген вилланы снимать етіп, кез келген жақсы жағдайда, жақсы там күнде, там білмеймін, там шаңғы теуіңіз мүмкін, тауға шығуыңыз мүмкін, өзіңіздің қызығушылығыңызбен, неменеңізбен айналысуыңыз болады. Бірақ та сіздің капиталыңыз сіз үшін жұмыс жасайтын болады. Сол себепті мен айтқым келетіні, что ай сайын ақша салу ол өте маңызды, себебі бұл реально чит-код болып табылады. Енді біз $100 емес, мен айтқым келетіні, мысалы 500 салсақ. 500 салсақ вообще керемет. Неге өйткені біз 5 есе көбірек ақша саламыз, айына $250,000. И біз 20 жылдан кейін $2,000 ғана бастаймыз, 25% пайда табамыз, яғни средний рискпен. И сол кезде бізде уже $3,5 миллион ақша болады. Ол деген уже $1,7 миллиард ақша. Бұл деген вообще кетіп қалған. Ал енді даже мысалы 1000-нан салсақшы, 1000-нан салсақ, уже осы сумма 2 еселенеді, то есть одан да көбірек болады.
уже бізде почти 7 миллион доллар ақша жиналады. Сол себептен айтқым келетіні, что басында ол сезілмейді сізге. 1-2 жыл ол особо түк сезілмейді, особо қызық емес болады. Бірақ та уже сіз 10, 20, 15 жылға инвестиция жасағаннан кейін, вот осы кезде сіз уже бүкіл рахатын сезінесіз. И мен айтқым келетіні всегда ертерек пенсияға шыққан дұрыс. Мысалы 7 жылда, 10 жылда уже 1 миллион долларға жетіп алсаңыз, дальше уже ақшаңызды жай ғана айналдырып, спокойно демалыста жата бересіз. Мысалы енді 10 миллион доллар деген ойлап қарайық, енді сіз инвестиция жасадыңыз, акция салдыңыз, рисковать еттіңіз, и уже 1 миллион доллар жиналғаннан кейін уже рискқа барғыңыз келмейді, сіз не істейсіз? Просто 10 квартира аласыз, 50 миллионнан. И каждый там 400 мың завод етесіз, сізге 4 миллион теңге стабильно каждый ай әлемнің кез келген нүктесінде жүрсеңіз де просто так түсіп тұра береді. Даже оны қарамайсыз да уақытыңыз кетпейді. И осы нәрсе негізгі капиталдың кайфы болып табылады. Сол себептен айтқым келетіні, что бүкіл нәрсе негізі осылай жасалады. Яғни ай сайын толтыру ол өте маңызды. Даже мысалы мен сіздерге нарықты көрсетейін. Мысалы нарықты көрсетейін, иә. Егерде ай сайын толтырған кезде тоже қандай маңызды нәрсе бар. Көп адам былай ойлауы мүмкін. Қазір мысалы біз Иран мен ақш соғысы болады, ой бұл қиын болып кетті деп ше. Бірақ та ол әрдайым болады. Ол әрдайым нарық құлайды, то өседі, тоқылайды, то өседі, тоқылайды, то өседі. Это всегда болады. Мысалы қараңыз 2022-де біз спуск деген, яғни халал 231 компанияның акциясы бізде 33 доллар тұрған. Ал одан кейін 2021-де сол Россия Украина соғыс кезінде ол 24-ке дейін құлап кеткен. Егер де сіз басыңыз істейтін адам болса, сіз не істейсіз? Сіз аласыз да 33 кезінде де аласыз, 24 кезінде де аласыз. Сол кезде сіздің средний бағаңыз 27 болады. А средний баға 27 болатын болса, сіз уже бір жылдан кейін ол ақшаңыз 42-ке дейін көтереді, яғни 60%-ға өсіп кетеді. Ал қазіргі уақытқа дейін күтетін болсаңыз, ол уже 2 есе өсіп кетеді, бір сөзбен айтқанда. Ал мына кезде ол тағы да көрдіңіз ғой, 43-ке дейін көтеріледі, потом қайта құлайды, қайта көтеріледі, қайта құлайды, қайта көтеріледі. Ол деген всегда әрдайым қайталана беретін процесс. И біз онда ешқандай эмоция берілмейміз де, тек қана ай сайын ақшамызды дисциплина бойынша өзімізді қинап, ұстап, артық қыдырмай, артық ішіп жемей, нақты керек заттарға комфортты өмір сүріп, бірақ та өзіміздің болашағымызды ойласақ, ертең болашағымыз бізді ойлайтын болады. Сол себепті ай сайын ақша салу өте маңызды. Енді келесі 4-ші қадам ол ай сайын структура жасау. То есть ай сайын портфеліңізді бағалап, бақылап, не болып жатыр, қалай болып жатыр, осы нәрсеге көңіл бөлу. Себебі адамдар былай ойлауы мүмкін, ақша салып қойып, ол кетемей. Олай емес. Сіз айына бір рет оны точно алып сатып, яғни структура жасап тұрасыз. Неге? Өйткені мысалы сізде мынандай болуы мүмкін. Сіз акцияға кіресіз, и акция кірген кезде ол өсу барысында болуы мүмкін, и ол өсіп кету деген сияқты белгілі жағдайда тұрады. И бірақ та уже келесі айда ол ондай жағдайға түспей қалады. То есть ол уже төмендеу барысына түсіп кетеді. И осы кезде біз енді көбінесе оған тиіспейміз, немесе кейбір жағдайларда ол акциядан, яғни минуспен шығып, оны басқа акцияға қоямыз да, ол минусты жауып, қайтадан плюсқа шығамыз. Себебі біздің басты мақсатымыз мына ақша тез айналу. Ақша тез айналған сайын бізге неге плюс? Себебі 1%-қа 2% қосылады. Оны мен қазір келесі қадамда түсіндіремін. И сол себепті айына бір рет структура жасап тұрып, оны алып сатып отыру ол өте маңызды. И осы нәрсені сіз жасап отырсаңыз ғана сіздің портфеліңізде, яғни гармонично болады. Яғни белгілі ETF алып қоясыз, алтын алып қоясыз, күміс алып қоясыз. И айына бір рет қарап отырасыз, қай кезде қай актив жақсы бағада тұр, қайсы құлап тұр деген сияқты біз қайсы скидкамен тұр деген нәрсені ойланамыз. И сол кезде сіздің болашақ прибыліңіз көбейеді. И біз максимально азырақ действие жасап, максимально көбірек прибыль табуға ұмтыламыз. Енді біз видеоның басында айтқан осы 1 миллион теңге пассивқа қалай шығамыз десек, ол біздің пассивный доходымыз, ол бізде дивидендтан емес. Неге? Өйткені дивиденд деген қалайда, мысалы сіз 1 миллион долларға салсаңыз, сізге дивиденд беретін компания ол бізде 4, 5, 6% ғана береді. И ол ойлап қарасаңыздар, то есть жылына өте аз пайыз. Яғни сіз айына 2000 доллар пассивный табу үшін біз есептеп көрсек болады. Мысалы қараңыз. Оны қалай есептейміз? Біз мынандай обычный Google таблица ашамыз. И Google таблицасын ашқан кезде, мысалы 2000 доллар дейміз, иә. И мен жұмыс жасайтын система ол жылына 30%. Яғни жылына 30% табыс. Айына 2000 доллар жылына 30% табыспен табу үшін ол бізде қанша болу керек? Бізде 80 мың доллар капитал болу керек. Егер бізде 80 мың доллар капитал болатын болса, бізде 40 миллион теңге. 40 миллион теңге капитал болса, біз осының 30% ол жылына 24 мың доллар. Еще біз давайте налогты қосайық. Налогты қосатын болсақ, бізге уже кішкене көбірек керек. То есть давайте 80. Осы жақта басынан есептегенде бізде айына 2000 доллар пассивка табу үшін біз 2250 доллар табу керекпіз. Неге? Өйткені бізде 10% төлейтін налогымыз бар. Енді 2250-ді біз 12 айға көбейтсек қанша болады екен? 12 көбейтеміз, қазір калькуляторды салайық. 2250 көбейтеміз 12-ге. Сол кезде бізде 27 мың шықты, иә? Енді 27 мыңды жылына 30%-бен табу үшін бұны 0,3-ке бөлеміз. Өйткені 30% деген ол 0,3, сол кезде бізде 90 мың шығады. Получается, біз осы айына 2000 доллар пассивно таза пайда табу үшін бізде 90 мың доллар капитал болу керек. 90 мың доллар капитал деген ол не? Ол деген 45 миллион теңге. Ал 45 миллион теңгені, енді ойлап қарасаңыздар, 45 миллион теңгені сіз басқа қайыққа қоя аласыз. Сіз мысалы депозит салып қоясыз, одан 15% аласыз.
Ал осы акцияда енді активден айналыссаңыз уже 30% пайда табуға болады. Ал енді мысалы үйге салып қойсаңыз, ол сізге примерно қараңыз. Үйге салып қойсаңыз, сіз бұл жақта 45 миллионға үй аласыз. Оны где-то 380-350 мыңға сдавать етесіз. И ол жылына где-то 6-8% тағы да өсім береді. Яғни ол сізге теңгемен где-то 12, 13, 15, 16, 18%-ға дейін беруі мүмкін. Біздің мақсатымыз ол доллармен ақша табу. Себебі қазір доллар арзан тұр. Біз долларды арзан кезінде аламыз, еще одан доллардың өсімімен ақша табамыз. Екіншіден жаңағыдай осы теңгенің инфляциясын ұтылмас үшін таза осы доллармен ақша табамыз. Сол себепті ойлап қарасақ, бізде осы 2000 доллар деген ол не? Ол просто 90 мың доллар капитал жинау. Егер де сізде 90 мың доллар егер де брокерский счетыңызда болса, сіз спокойно, яғни айына уже миллион теңге пассивный табыс таба аласыз. Ол пассивный табысты сіз қалай табасыз? Сіз мысалы 90 мың долларды қалай жасайды? Мысалы мен оны былай жасап, 5-6 акцияға бөліп қоямын, каждыйына 10-15 мың доллардан кіремін. И каждый акция маған 10, 20, 15% пайда береді. Мысалы мен 15 мың доллармен бір акцияға кіріп, ол маған 15% пайда берсе, ол маған ровно 2250 доллар пайда береді. Бірақ та енді ойлаңыз, біз бірінші айы кірдік қой енді 6 акцияға. Енді ол 6 акцияның 6-ы да бірінші ай шығып кетпейді. Неге? Өйткені олардан біреу 6 айда шығады, біреу 3 айда шығады, біреу 4 айда, біреу 5 айда, біреу 1 жылда шығуы мүмкін. Бірақ та біреу 1 айда да шығуы мүмкін. Сол себепті біз не істейміз? Именно осы әртүрлі жаққа бөліп тастаймыз. 15 мың доллар кіреміз, 15 мың доллар 15% пайда беретін болса, ол бізде ровно 2250 доллар пайда береді. Ал қалған акция ол келесі айда беруі мүмкін. Яғни біз ана ақшадан шығарғанымызды қайтадан саламыз. Ол біз қайта жұмыс жасайды. Яғни бір сөзбен айтқанда, біздің капиталымыз өз-өзімен жұмыс жасай береді. Сол себепті мен айтқым келетіні, что өте маңызды нәрсе бұл жақта өз портфеліңізді басқару и акцияларға әртүрлі ақшаңызды салып, яғни осы арқылы табыс табу. И сол кезде сізде мысалы бағана айтқандағыдай міне 15 мың кетті, мынау 15 мың кетті, мынау 15 мың кетті, мынау 15 мың кетті. Яғни мынау 15 мың кетті, и мынау так 15 мың кетті. Сол кезде біз 6 акцияға кірдік. И 6 акцияда мысалы мынау 1 айда берсін, мынау 2 айда берсін, мынау 3 айда берсін, мынау 4 айда берсін, мынау 5 айда берсін, мынау 6 айда берсін. Енді бірінші ай берсе ол бізде 2250 берді, пайда берді. Біз не істейміз? Ақшаға тиіспей, біздің 15 мың долларымыз қайта босады ғой. Оны біз алып мынаған салсақ болады. То есть келесі акцияға қайта салып жүреміз, немесе жаңа бір басқа акцияға саламыз. Сол кезде, то есть каждый акциямыз бізде айналып отырады, то есть жан-жаққа бөліп тастаймыз, тек қана бір компаниядан зависеть етіп қалмаймыз. Біз ақшамызды постоянно әртүрлі акцияға салып, әртүрлі жағдайда соны алып сатып отырамыз. Бұл именно пассивный табыс табудың именно халал жолы. Неге? Өйткені сіз ақшаны салып қойып, сізге былайдан просто так аренда ретінде беріп отыратын болса, сіздің пайдаңыз кішкене азырақ болады. Ал бұл жағдайда сіз енді кәдімгідей қарап отырып, мысалы алып сатып отырасыз, ол үшін мен өзім көмектесемін, не осы кезде ал, осы кезде сат деген сияқты. И сол кезде сізде уже бұл нәрсе жеңіл болады. Яғни басында сіз қиын болып көрінуі мүмкін. Сіз басында енді осы 90 мың доллар емес, 9 мың доллармен де бастасаңыз, сіз осыдан примерно айына уже 100 мың пассивқа шығасыз. Ал уже келесі жол 200 мың, 300 мың, 400 мың, 500 мың, миллион деген сияқты, 2 миллион деген сияқты ақырындап кете бересіз. Сол себепті айтқым келетіні, бастысы осы бастау, өйткені бастаған кезде ғана сіздің қолыңыздан көптеген нәрсе келеді. Сол себепті мен айтқым келетіні, көптеген адамдар осы қателеседі. Яғни өзінде аз суммамен көп ақша тапқысы келеді. Бірақ та олай болмайды. Сізде мысалы 2000 доллармен тағы да айына 2000 доллар табамын десеңіз, сізге айына 100% жасау керек, жылына 1200% жасау керек. Ал жылына 1200% жасайтын адам, ол деген давно уже миллиардер болып кетпей ме? Себебі оның ақшасы нереально көп қой, ол жыл ай сайын 2 есе өсетін болса, ол слишком тез байып кетеді. Сол себепті айтқым келетіні, осылай 100%, 50% ұсынатындар, мен осылай тауып жатырмын дегендер көбісі өтірік. Себебі неге ол адам әлі миллиард ақша жинамады деген сұрақ пайда болады менде. Себебі ол көп жағдайда ол жай ғана өзінің курсын сату үшін өзінің пайдасын көрсетіп, соның бәрін көрсетіп, бірақ та қалған кездегі минустарын көрсетпейді. Сол себепті сіз өте жақсы осы нәрсені білу қажетсіз. Ал енді жаңағы мен айтқан 90 мың долларға қанша уақытта жете аламыз? Яғни осы нәрсені түсіндіріп өтейін. Мысалы қарайық, бізде бастап капитал 2000 доллар болуы мүмкін, яғни 1 миллион теңге. И біз жылына 30% инвестиция жасап бастаймыз мемлекеттік стратегиямен. И айына дополнительно 500 доллар салып отырамыз. Сол кезде бізде жететін уақытымыз 5 жыл 6 ай, яғни примерно 66 айда жетеміз. Яғни получается біздің салған ақшамыз 33 мың доллар ғана, ал қалған оның үстінен тапқан табысымыз 57 мың доллар. Получается біз не істедік? Біздің пайызымыз ол біз үшін уже жұмыс жасауда. Бұл деген өте керемет жағдай. Ал егер де біз 500 емес, давайте 1000-нан салайық. 1000 доллардан салып отырсақ, одан да жақсы болады. Неге? Өйткені 1000 доллардан салсақ, біз уже 3 жыл 10 айда жетеміз. То есть 3 жыл 10 айда жетсек, получается қанша? Ол 46 ай. Ал егер де 1000 емес, давайте 2000 доллардан салып отырайық ай сайын, иә? Мысалы мен өзім 5000 оннан салам. Прям максимально көбірек салуға тырысамын. Себебі тоже максимально тезірек пенсияға шыққым келеді. Сол кезде біз вообще 2 жыл 6 айда жетеміз. То есть бір сөзбен айтқанда уже біз таза наличкаға сатып алатын квартираның почти құнын осылай азақ уақытта біздің ақшамыз біз үшін жұмыс жасап, соған асықпай жете аламыз. То есть 500 доллар болсын, 100 доллар болсын,
$200 болса, кез келген суммамен, сол себепті ай сайын осы ақшаны толтырып тұру, оны алып сатып тұру, өзіңіздің негізгі капиталға жетіп алу, ол өте маңызды, өйткені ол капитал уже сіз үшін өмір бақи қызмет етеді. Ал енді біздің келесі соңғы 5-ші қадам, ол бізде реинвест және сложный процент. То есть бағана айтқандай, портфельді аштық, акциялар таңдадық, уже сатып алдық, уже алып сатып отырмыз, уже пайдамызды тауып отырмыз. Осы кезде көп адам қателесетін жері, ол бізде реинвест жасамайды. Реинвест деген не? Ол, мысалы, сізде бір тауық бар. Ол тауығыңыз сізге бір жұмыртқа алып келді. Сіз ол жұмыртқаны егер завтракқа жеп қойсаңыз, ол ертең тағы да жұмыртқа алып келеді. Одан кейін ол жұмыртқаны сіз тағы жеп қойсаңыз, бір сөз айтқанда, сізде бір жылдан кейін де бір ғана тауық болады. Ал егер де біз кішкене ақылды болсақ не істейміз? Бізге тауығымыз болады. Тауығымыз бір жұмыртқа алып келеді. Сол жұмыртқа алып келген кезде ол жұмыртқаға біз тиіспей оны өсіреміз. Яғни сол кезде бізде бір жылдан кейін уже бір емес, екі тауық болады, бізде күнде уже екі жұмыртқа алып келеді. Одан кейін егер де ол екі жұмыртқаны уже біз тоже тиіспей оны өсіретін болсақ, ол уже 1-2 жылдан кейін, 3-4 жылдан кейін, 5-10 жылдан кейін ол уже тіпті көп жұмыртқа болады. Сол себепті айтқым келетіні, ақша деген ол дәл осылай жұмыс жасайды. Мысалы, сізде мынандай пример айтайық. Біз мына нәрсе елестетсек, мысалы бізде миллион теңге инвестиция бар, біз одан 15% мысалы пайда таптық 3 айда. Егер де осы 150 теңгесін тиіспей полностью енді осы сумманы қайтадан инвестиция салып жіберсек, бізде уже 1,322,500 теңге жиналады. Уже тағы салатын болсақ 15%-мен, ол бізде 1,520,000. Одан кейін тағы 15%-мен салатын болсақ, уже 1,749,000. То есть бір сөз айтқанда, бір жылдың ішінде біздің капиталымыз сложный процентпен айналу арқылы, мысалы біз негізі 15-тен 4 рет қосқан болатынбыз, 15, 15, 15. Негізі 60% болу керек еді. Бірақ та бізде 75%-ға жуық шықты. Неге? Өйткені біз ақшамызға тиіспей дополнительный бонусный круг сатып алдық. Получается, біздің тауып отқан пайдамыз тағы да 20%-ға тиімді болды. Сол себепті ай сайын салатын ақшаңызға тиіспей ол ақшаны қайта айналдырып салған, ол сіздің пенсияға шығу уақытыңызды қысқартады. Ал пенсияға шығу уақытты қысқарса, сіз ол уақытта көбірек өмір сүре аласыз. Көбірек өмір сүрген себепті сіз көбірек ол өмірден кайфовать етесіз. Сол себепті айтқым келетіні, что реинвест пен ақшаны постоянно салу, постоянно оған тиіспеу өте маңызды этаптардың бірі. Сол себепті осы этаптың өзі мен үшін қатты көмектесті. Мысалы, мен $12,000 пайда таптым ба, мен ақша мүлдем тиіскен жоқпын, мен ақшаны қайта салып жатырмын. И ол ақша ойлап қарасаңдар да уже $12,000 ол қазір менің басқа бір акциямда жатыр. И получается, ол менде болмаған ақша мен үшін уже қызмет етіп жатыр. Сол себепті айтқым келетіні, что осындай инвестиция әлеміндегі қарапайым қадамдарды жасау арқылы кез келген адам болуын жасай алады. Кез келген қарапайым болсын, ешқандай гений болмасын, ақылды болмай қойсын, просто желаниесі бар, шынымен де бай боламын, кедейліктің жібін үземін деген любой адам бұл нәрсемен айналыса алады. Ең бастысы ол жай ғана бастау, бастағаннан кейін жол уже өзі сені апарады. Ал енді біздің негізгі осы пассивный доходқа, яғни айына 1 миллион теңге пенсияға шығудың жолын мен түсіндірген болатынмын. Бұл жол 100% жұмыс жасайды. Себебі мен өзім осы жолды дәл қазіргі уақытта, дәл қазіргі 2026 жылы қолданудамын. Сол себепті сіздер де осы жолды қолдансаңыздар болады. Бұл жолға келуіңізге 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл уақытыңыз кетуі мүмкін. Бірақ та анау того стоит. Мен сізге реально айтамын, себебі ақшаңызды жинайсыз, ақшаны жинағаннан кейін уже өзіңізге өмір бақи алыс айтып өтесіз. Ал енді мен сіздерге қандай көмек көрсете аламын? Егер де сіз дәл осылай өзіңіз акциялық анализ жасағыңыз келмесе, қай кезде алу керек, қай кезде сату керек екенін білмесеңіз, немесе сізге орта керек болып жүрсе, менде сопровождение атты өнім бар. Бұл өнімнің ерекшелігі неде? Мысалы, негізі нарықта 3 түрлі өнім бар. Ол біріншісі клуб болуы мүмкін, яғни жай ғана идеямен бөлісетін, екіншісі ол бізде тек қана курс болуы мүмкін. Сіз курс сатып аласыз, курс сатып алғаннан кейін өзіңіз барып анализ жасап, өзіңіз сатып аласыз. Сол кезде, конечно, сенімсіздік болады. Үшіншісі болуы мүмкін, ол тек қана сигнал канал, сізге акцияның атын айтады, сіз алып отырасыз, бірақ та түк түсінбейсіз. Капитал басқаруды, жалпы қаржылай сауаттылықты, жалпы мынау мышлениені, инвестор мышлениесі қалыптаспайды. Яғни осы бәрінің шешімі ретінде мен сопровождение атты обучение жасап шыққан болатынмын. Яғни бұл жақта сіз не істейсіз? Сопровождение кіру арқылы сіз менімен жеке созвонға шығасыз. Жеке созвонда сіздің 5-10 жылдық стратегияңызды құрамыз. Одан бөлек сізде 3 күн полноценный обучение болды. Бұл обучение ішінде сіз уже бүкіл фундаменталды түсінесіз. То есть қандай акция алу керек, қалай анализ жасау керек, не істеу керек, қалай сатып алады, қалай болады. То есть сіз уже кәдімгі инвестор мышлениесі құратын боласыз. Одан бөлек сізде өзіңіз сияқты инвестиция қызығатын, өзіңіз сияқты ерте пенсияға шыққысы келетін, сіз сияқты өмірге көзқарасы басқа адамдардың мықты ортасы болады. Одан кейінгі басты момент ол еще сізде менің инвест каналыма доступ болады. Сокрытый каналда мен өзім қандай акцияны қай кезде сатып алып отырмын, қай кезде сатып отырмын, соның бәрін көрсетіп отырамын. И сіз оны один в один просто қайталау арқылы сіз табыс таба аласыз. Себебі инвестиция әлемінде конкуренция жоқ. Біз бір компанияға ақша құямыз, ол компания басқа конкуренттерден озады, соответственно, біз күшті ақша табамыз. Сол себепті мен айтқым келетіні, что осындай сопровождение атты продукт бар. Егер сізде осы продуктқа қызықсаңыз, мен сізді өзімнің жеке созвонымда күтемін. Жеке созвонды алу үшін сіз тек қана төменде мен WhatsApp нөмірді қалдырып кетемін.
осы WhatsApp номерға жазасыз. WhatsApp номерға жазғаннан кейін сізбен уже мен өзім жеке байланысқа шығамын. Бірақ та басты шарт сізде хотя бы 1 миллион теңге капитал болу керек. Егер де 1 миллион теңге капиталыңыз болмаса, сізде әлі уақыт бар, оны жинаңыз, оған да жетесіз. Бірақ та 1 миллион теңге уже капиталыңыз бар болса, мен сізді төменде күтемін. Уже біз бірге жұмыс жасап, уже кәдімгідей үлкен жақсы табыс таба аламыз. Және тағы айтуды ұмытып кеткен ең басты артықшылығы, что мен Қазақстанда осы номер 1 халал инвестициямен айналысатын орта жасағым келеді. Себебі сіз бәріңіз білесіздер, кез келген инвестиция үйрететін адам барлығы ол сізге облигация сатып алуды үйретеді. Яғни облигация харам, депозит харам, яғни бір сөзбен айтқанда көптеген инструменттер ол мұсылмандарға яғни болмайды. Сол себепті осы халал дұрыс жолмен, тәуекелмен, асықпай, сабырмен ақша тапқыңыз келсе, бұл сіз үшін идеальный вариант болып табылады. Сол себепті осы видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Төмендегі номерде сіздерді күтемін. Бұйырса, алдағы уақытта кездескенше, осы видео қалай шығыпты, төменге комментарий жаза кетіңіз, пайдалы болса достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Алдағы уақытта тағы да пайдалы видеолар шығады.